Баршаңызға сәлем. Бүгін бургердің нанын дайындайтын боламыз. Бұл рецепті өте нәзік әрі өте жұмсақ, керемет болып шығады. Ең алдымен опера дайындап аламыз. Жылы суға сүт, ашытқы және қант салып, жақсылап араластырып, бетін жауып көтерілгенше қойып қоямыз. 500 грамм ұн, 1 жұмыртқа, сары май және тұз салып, жақсылап араластырамыз. Жақсылап көтерілген операмызды ұнымызға салып, шанышқының көмегімен осылай жақсылап араластырамыз. Қолға жабысатын осындай езілген қамыр шығады. Қолымыздағы тестаны құрғағымен тазалап, қолымызды майлап, қамырды осылай қолға жабыспағанша ыдысымызға ұрамыз. Қамырдың әбден иі қанған соң, осылай қолға жабыспайтындай болып шығады. Егер қамыр илейтін миксеріңіз болса, онда тіптен керемет. Бетін пленка немесе салапанмен жауып, жылы жерге орап, көтерілгенше қойып қойыңыз. Ашқан қамырымызды осылай 70 граммнан бөліп шығамыз. Осылай домалақтап, араларын өте алшақ қылып қоямыз. Бетін тағы да пленкамен жауып, ашық жер қалдырмай, осылай қойып қоямыз. Әрбір нанның арасы осылай жақындап, міндетті түрде томпиып көтерілу керек. Бұл өте маңызды. Егер бұлай көтерілмесе, булочкаңыз шықпайды. Бетіне жұмыртқаның сарысын жағып, күнжіт сеуіп, 170 градус пеште пісіреміз. Осымен нандарымыз дайын, міндетті түрде жасап көріңіздер. Бұл рецептімен өте нәзік әрі үлпілдеп шығады.